азаматын Қорғас кедені Қазақстанға кіргізбей отыр. Менің жолдасым Үйсін Бабанұлы 2017 жыл 9 айдың 25 күні Қытайға барған. Шешесінің ауру себебімен барған. Сол қалпы Қытай Халық Республикасы оның құжатын тартып алып, кері қайтармаған Қазақстанға. Сонымен 9 ай бойы арызданудың арқасында олар жолдасымның Қазақстан азаматы екендігіне көздері жеткеннен кейін оның Қытай паспортын алып, Қазақстан ықтияр хатыменен енді барып бала шағаңмен бас қосуыңа болады, сен Қазақстан азаматы екенсің деп қайтарған. Ол қайтып 2018 жылы 6 айдың 20 күні Қорғас кеденіне келгенде Қытай шекарасы өткізіп, Қазақстан шекарасы оны бері қарай өтуіне тосқындық қылған, кіргізбеген. Мен Риза Калан қызы, 3 баламменен Қазақстан азаматымын. Сарыөзек қаласы, Сарыөзек ауданында тұрамыз. Күйеуімнің азаматтығы шығып тұр, қабылданып, қаулысы қабылданып келіп тұр. Мен елбасынан, сыртқы істер министрінен, бүткіл атқамінерлер азаматтардан жолдасымның осы шекарадан өтіп, отбасымен қауышуына жәрдем етуін сұраймын.